Қазақтың ұлттық ойындары халқымыздың мәдени асыл мұрасы. Ойын дегеніміз адамның ақыл ойын дамытатын, қызықтыра отырып ойдан ойға жетелейтін, тынысы кең, алысқа мензейтін, қиял мен қанат бітіретін ғажайып нәрсе. Ақ сандық, көк сандық ойыны. Ойынға қатысушы екі ойыншы ортаға шығарылады. Бір-бірлеріне арқаларын тіреп, қолдарын айқастыра ұстап тұрады. Төрешінің ойынның баста деген белгісі бойынша, қай ойыншы қарсыласы бірінші болып көтеретін болса, сол жеңімпаз атанады. Жастарды бұл ойын мықтылыққа, төзімділікке, жылдамдыққа, амал айла қолдануға тәрбиелейді. Оқтау тартыс. Сызылған сызықтың екі жағында екі оқушы тұрады. Қай оқушы өзіне таяқшаны тартып алады, сол оқушы жеңіске жетеді. Теңге ілу қазақтың ежелден келе жатқан ұлттық спорт түрі. Бұл ойын балаларды жылдамдыққа, ептілікке тәрбиелейді. Сіздердің назарларыңызға бұл ойынның балама түрін ұсынамыз. Ойын сайыс түрінде өтіледі. Ойынға екі команда қатысады. Әр команда мүшелері қолдарындағы допты фишкаларға қойып шығып, одан кейін доптарды сол ретімен барлығын жинап шығады. Қай команданың ойыншылар бірінші болып мәре сызығын аттап өтеді, сол команда жеңіске жетеді. Арқан тартыс. Ойынға ұзындығы 10 метрдей жуан арқан керек. Тең ортасынан орамалмен орап белгі жасап аламыз. Ойынға қатысушылар тең екі топқа бөлінуі қажет. Алдына сызылған үш сызықтың ортасына арқанды қойып, екі жақтағы команданың мүшелері арқанды белгі бойынша тартуды бастайды. Қай команда сызықтан асырып тартып алады, сол команда жеңіске жетеді. Бұл ойын қимыл бірлікті қалыптастырып, оқушылар арасында ұжымдық қасиеттерді арттырады. Арынды арқан. Ойынға қатысушыларға шек қойылмайды. Ойын кең жазық алаңда ойнатылады. Ойынды жүргізу үшін 2-3 метрдей секіртпе керек. Оқушылар жиналғаннан кейін араларынан бір оқушы жүргізуші болып сайланады. Одан кейін жүргізуші жиналған топтың мүшелерін қолындағы секіртпемен айналдырып шығады. Кімде-кімге аяғына тиіп кеткен болса, ол оқушы ойыннан шығады. Сөйтіп ең соңында бір оқушы қалғанша ойын жалғасады. Ойынның соңындағы бір оқушы жеңімпаз болып анықталады. Таяқ тартыс. Бұл ойында екі оқушы өзара күш сынасады. Ойын ережесі бойынша қай оқушы таяқшаны өзіне тартып алған жағдайда, болмаса қолынан жұлып алған кезде жеңіске жетеді. Ойын жастарды күшке және де жылдамдыққа, сонымен қатар өзіне деген сенімділікті арттыруға бағытталған. Ойын соңында міндетті түрде оқушылар бір-біріне ризашылықтарын білдіріп, қол алысып, рахметтерін айтады. Бүгін мектепте қазақтың ұлттық ойындары ойнатылды. Менің алған әсерлерім, мен жаңа қазақтың ойындарымен таныстым және өте қызықты болды.